Құтқарушылар тынымсыз тер төккенімен табиғаттың тосын мінезіне тосқауыл бола алар емес. Тынымсыз жауған қар, ұйытқып соққан желдің әсерінен арнайы техникалар жолды тазартып үлгере алмай жатыр. Онымен қоса ескертуді елемей қар құрсауында қалған жүргізушілер бар. Мәселен, ауыр жүк көлігін тізгіндеген Иса Сатыбалдиевтің Одаман бұлақ асуында тұрғанына бір тәуліктен асқан. Шымкенттен Ақдала. Сәләрке алып кетемін. Қай уақытта келдіңіз бұл жерге? Кеше 10:30-да келген. Сол мұз ғой, асы мұз. Шықпай қалдым. Білмеймін, не істеймін. Аны тастап кете алмайсың оны Сәләркені. Бәйдібек ауданының тұрғындары үшін бұл қалыпты құбылыс. Жылдың дәл осы мезгілінде жел күшейіп, қар қалың түседі. Тек мұны өзге аймақтан келетін жүргізушілер біле бермейді. Сөйтіп өзінің де, өзгенің де өміріне қауіп төндіреді. Біз осы жерге келіп тұрғанымызға уже 6 сағат болды. Машина деген өте көп. Қанша машина екенін мен қайдан білейін? Алды-артымыздың бәрі тола машина. Машинамыз өшіп қалды, тұрып қалдық. Қыс мезгілі түсе салысымен төтенше жағдайлар департаменті күшейтілген жұмыс кестесіне көшеді. Облыстағы маңызды жолдарға және асуларға қосымша техникалар жіберіп, апаттың алдын алуға тырысады. Нақтырақ айтсақ, 8 ақпаннан бері Одаман бұлақ асуынан 20-ға жуық техника мен 30-ға жуық адам құтқарылған. Бүгінгі таңға дейін 22 техника, 38 адам құтқарылып, 5 адам жылыту бекетіне жеткізілсе, бүгінгі таңның өзінде таңға таяу 9 техника 12 адам құтқарылды. Ал дәл қазір көріп тұрғандарыңыз көздеріңіздің алдында қазір 15 адам 5 техника жолға қар құрсауынан құтқарылды. Қазіргі таңда облыстық маңызы бар күре жолды қардан тазарту үшін коммуналдық мекеме қызметкерлері мен арнайы техника көмекке шақырылған. Сондай-ақ бұрқасын бораннан зардап шеккен бірнеше азамат жылыту бекеттеріне жеткізілді. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.